3D электронды кітаппен жұмыс жасамас бұрын мен сіздерге жіберген сілтеме бойынша программаны скачать етіп аламыз. Одан кейін компьютеріміздағы загрузки деген папкаға ашып, бағанағы жүктелген PDF Professional бағдарламасын, яғни zip-пен тұр, бұл жерде архивте тұр. Осыны открыть архив деп, извлечь етемін, окей деймін. Яғни бізге сары түсті папкаға шығарып берді. Осыны ашамын. Бірінші тұрған PDF Professional 2.4 32 дегенді ашам. Осыны ғана ашамыз. Басқа ешқайсына ештеңе жасамаймыз. Жесткий диск компьютера да. Далее. Яғни информация далее. Мына жерде орысшаға таңдаймыз. Ағылшынша болса ағылшынша. Мына жерде папкаға установить етеміз. Кішкене күтеміз, бұл жерде установка жасап жатырмыз. Яғни біріншісі мына жердегі осы программаның драйвер болып саналады. Запустить. Не астыда бізде осындай PDF Professional деген программа орнатылды.